Түнделетіп жүрген бұл кім? Кім? Мен Айсұламын. Гүлдар, не оқып қалды? Аттан жүрдей болған екен. Түніменен адам мазасын ал. Тәй Гүлдар, қызық екенсің. Мүмкін көмек керек шығар оған. Түн ортасында ма? Өтініш ашыңыздаршы есікті. Гүлдар әпке, Әлібек, Мұратаға ашыңыздаршы. Бар, Ашпай. аш. Ашпай. Онда мен Айсұлу. Ашпа дейін. Не oldu Айсұлу? Санжар ауырып қалды. Мен не істерімді білмей тұрмын. Кіре бер, қазір бір амалын табармыз. Ой, мыналайын, тез кір. Ұялма, кіре ғой. Кешіріңіздер, мазалап тұрдым. Гүлнар әпке, күні бойы осылай мазасы болған жоқ. Ал енді мені Сол үшін түнде көршілер дүрліктіріп ояту керек пе еді? Гүлнар, 3 баланы өсірдім. Бар машақатын білесің. Айсұлу келген екенен көмектесейік те. Кән көрейік. Көрш. Сабыр ет айналайын. Бәрі жақсы болады, сабыр ет. Мынау күйіп тұр ғой. Қызуын өлшетпедің? мен 39 болып тұрған. Мен бұл балаға қалай қарау керектігін де білмеймін. Жедел жәрдем шақырайын десе, мен ал телефонымда жоқ. Қой. Мен жедел жәрдем шақырып келейін екен. Мұрат, мынандай қызуын тез ауруханаға жеткізбесе болмайды. Мен көлікті оталдырғанша тез киініп шық. Ауруханаға жеткізейік. Гүлнар әпке, рахмет сіздерге. Баланы ауыртып алып рахмет айтасың ба, дұрыстап қарамайсың ба? Ауруханаға жеткенше су бере-бере әйтпесе күйіп кетеді. Жақсы. Нағып тұрсың. Барып баланың киімі мен құжаттарын ал. Ауруханаға жатқызуы мүмкін. Қазір. Баланы туып алады да қалай бағуды да білмейді. Ішпей жатыр ма? Иә. Әлбек мен қолымнан түк келмейді. Негізі Гүлнар әпке дұрыс айтады. Мен жарты бана болмаспын. Айсұлу, не деп тұрсың? Сен жап-жақсы анасың. Ал Санжар деген кішкентай бала. Бала болған сен ауырады. Сенің еш кінәң жоқ. Мен оның анасы болсын. Кеше күн мен ауырған сезер едім ғой. Сонда Санжар сенің балаң емес па? Жоқ, менің балам басқа кімнің баласы болушы еді? Мен ойымдағанда не етіп не қойғанымды білмей отырмын. Көресің, бәрі де жақсы болады. Дәрігер, кеше күні бойы ыстығы көтеріліп, әбден мазасы қашты. Бұл баланың өкпесі қабынған. Тез арада антибиотиктер егу керек. Аға, онда дәрілердің тізімін берсеңіз маған. Мен барып алып келейін. Қазір жазып беремін. Жақын маңда тәулік бойы істейтін дәріхана бар. Сол жерден тез барып алып келіңіз. Бірақ бұл дәрілер өте қымбат тұрады. Маңызды емес аға. Баланы тез арада рентгенге түсіру керек. Гүлнар, сен де ұйықтай алмай жүрсің бе? Қайдағы ұйқы?
Ана Айсұлуға есік ашпағанда не болатын көз алдыма елестетсем, жүрегім зу ете қалады. Міне өзімнің Гүлнәрімді енді тани бастаған сияқты. Баяғыдан мейірімді, елдің бәріне көмектесіп жүруші еді ғой. Немене, Мұрат? Мені жүрегі тас болып кетті деп ойлайсың ба, жас балаға қараспайтындай? Онда мен өзімді кешіре алмас едім. Ақыры әңгіме басталған екен, сен мені тыңдашы. Егер де ұлымыз бақытсыз болса, сен өзіңді кешірер ме едің? Осы әңгімені бастамайықшы. Менше бар ғой сен Жанияға Әлібекті күштеп қосайын деп жүрсің. Бұның тіпті артық сен. Ал енді осы ауылда келін болатындай басқа қандай қыз бар? Айтшы маған. Гүлнәр, түсінші. Неге келін сенің ғана көңілінен шығу керек? Біздің ұлымыз өзінің сүйікті адаммен бақытты болу керек. Сол Жаниямен бақытты болатынын менің жүрегім сезеді. Иә, Гүлнәр, сенің жүрегі жұмсақ. Бірақ кейбірде сен қырсығып, жүрегіңді дұрыс тыңдамайсың. Сен ана екі қызға зер салып қарашы. Не? Тағы да ренжіп қалдың ба? Әлбек, әкелген дәрілеріңе рахмет. Дәрігерлердің айтуы бойынша біраз уақыт сол кісілердің бақылауында болатын сияқтымыз. Дұрыс. Айсұлу, негізі саған да демалып алған дұрыс еді. Кішкене тынығып алмадың ба? Мен біраз отырда тұрамын. Санжардың аяқ асты ыстығы көтеріліп, ауырып қалса ше. Онда мен Санжарға қарап отыра тұрайын, сен ұйықтап ал. Әлбек, рахмет. Негізі сен үйге қайтқаның дұрыс болар. Онсыз да бүгін көп көмегің тиді. Сен мені қуып жатсың ба? Жоқ, Әлбек. Не деп кеттің? Сен де демалғаның дұрыс. Мен өзімнің қиыншылықтарыммен сенің де әбден мазаңды алдым. Мен негізі Айсұлу үнемі сенің жанында болғым келеді. Әлбек, қойш. Өткенде ғана сөйлестік қой. Сен одан да атастырып қойған қалыңдығыңды ойла. Атастыру ол үйленді деген сөз емес. Әлбек, олай айтпа. Сүйген адамның тойдың алдында тастап кететін оңбаған жігіттердің қатарынан емес шығарсың. Не істерін деп білмеймін. Сен одан да Жанияның жағдайын ойла. Әлде сен оны бүкіл ауылға күлкі қылғың келем. Сені бүкіл ауылға күлкі қылған адамды қорғап отырсың ба сен? Әлбек, көлікті кесіп тастаған Жания екеніне біздің дәлеліміз жоқ. Сен өзіңді де, мені де қинамай үйіңе қайт. Тең дұрыс осы болар. Ал біз ұйықтап тынығып алайық. Жарайды. Я балам. Рахмет, анашым. Анашым? Ал, Мазаңыз болмай тұр ғой. ой айтпа деймін. Түнімен ұйықтамадым. Бүкіл денем қышып, бір жібек көйлек кигем. Сөзсем, менің денеме жібек мата жақпайды екен. Аллергиям бар екен. Қайдағы аллергия? Анашым, жібектен аллергия болмайды. А? Е? Мүмкін сіз тәттіні көп жеп қойған шығарсыз. Ай, расымен. Ай, балам-ау, мен бір дұрыс емханаға барып емделсем, маған біраз ақша бересің бе? Анашым, кешіріңізші, қазір ақшаның бәрін бір іске салып қойып едім. Өзімде де болмай тұр. Сіз өзіңізді анау бұрынғы барып жүрген емханаңызға барсаңызшы. Ойбай, масқара, ұят емес пе? Біз қазір жай адамдар емеспіз ғой. Ана бүкіл елмен бірге кезекте тұрсам, қой. Енді мына менің денсаулығым саған бәрібір емес шығар, балам. Әрине бәрібір емес. Бірақ енді сәл шыдасаңыз болады ғой. Жарайды. Анашым, ренжімеңізші енді. Күте тұрыңызшы. Жарайды. Тамағым жүр. Мен жұмысқа кетуім керек. Бірақ. Жақсы.
Жаз, қорықпа. Не қорқып тұрсың, жаз. Қорқып тұрған жоқпын, жазып жатырмын ғой. Аяп тұрсың ба әлде, жаз. Ей! Сендер мұнда не жазып жатырсыңдар? Сіздің көршіңіздің жазасын беріп жатырмыз. Білмейтін шығарсыз қандай екен. Ол бетсіз менің күйеуімді бұзды. Аружан, Не? егер сенің күйеуің тиісті жазасын осылай алатын болса, онда ел осы күнге дейін үйлеріңді шатырына дейін қара балшықпен жауып тастар еді. Мен күйеуім туралы олай айтпай-ақ қойыңыз. Оның бәрі өтірік. Елдің бәрі бізді көре алмайды. Өсек, жалған. Жарайды, сенің сырың бұрыннан белгілі ғой. Ал саған не жоқ және? Мен сенен мұндайды күтпеп едім. Масқара ғой. Мұрат аға менің ағамның өзі солай айтқан. Сенімен енді тіпті сөйлескім де келмейді. Менің көзіме екінші көрінбегенің абзал. Жатсыздар. Қиын болыпты. Бәйбіше! Не болып қалды? Жаңағыны жұмысқа кетіп едің ғой, барып кеп қойдың ба? Бірдеңеңді ұмытып кеттің ба? Бәйбіше, сен ана затыңның бәрін таста да, менімен жүр. Мен саған бір нәрсе көрсетемін. Жүр. Тағы немене болып? Бол сенді, жүр енді. Қазір. Бол, аяғын Келе бас. жатырмын. Не болды? Әй, біз бүгін жарадық, және Айсұлу да сазайын тартты. Әттең ана балшықтың аз болғаны. Бояумен жағуымыз керек еді. Кетпейтін дейді тура. Осы қылығым үшін Мұрат аға мен жек көріп кететін бе? Неге ғана сені тыңдадым? Қойшы, мен сенің орында болсам, Мұрат аға үшін мүлдем алаңдамас едім. Қалай алаңдамайым? Ол кісі менің қайнатам ғой. Болашақ. Қайда, ол сенің қайнатаң бола ма, болмай ма, ол әлі белгісіз. Саған қарағанда оған Айсұлу жағып жүр. Және оған ғана емес. Сонда не дегің келіп тұр? Не істесең сол. Әлібек бүгін түнде қасына Айсұлуды ертіп алып, бір жаққа кетті. Сол кеткеннен мол кетті. Не дедің? Ол мүмкін емес. Мүмкін. Олар қайда кетті? Бәрі де мүмкін, мен қайдан білейін? Сол кеткеннен оралған жоқ. Еркежан, әдемі жүріңдер үйге. Кіріңдер. Ал, көр. Енді өз көзіңмен көрдің бе? Көр. Не дейсің? Бұны және жасағанын қайдан білесің? Бұнда ешкімде жоқ қой. Той, Аружан екеуі қосылып жазып жатқанын мен өз көзіммен көргенмін. Білдің бе? Оларды мен ұялтпақ болып едім. Аружан тайталасын мен бетімнен алдым. Демек оны Аружан үгіттеген. Не? Сонда Жанияның өз басы жоқ па? Ол осындай пасықтыққа барса, онда ұяты жоқ деген сөз. Гүлнар, сен тағы да жақсылап ойла. Біздің баламызға осындай елдің керегі бар ма? Дұрыстап ойла. Жарайды, мен жұмысқа кет. Саламатсыз ба? Әлбек. Айсұлу, қайырлы таң. Қайырлы таң. Санжар ғой. Ыстығы түскен сияқты. Баламның ұйықтап жатқанын пайдаланып жуынылайын дегем. Иә, маған да жуыну керек еді. Сен неге үйге кетпегенсің? Енді сендерді қалай тастаймын, бір нәрсе керек болып қалса. Адамгершілігіңді құрметтеймін, бірақ сен бізге көмектесуге міндетті емессің ғой. Айсұлу, онда тұрған еш нәрседер. Бәрі дұрыс. Саламатсыздар. Саламатсыз. Таңғы ас біраздан соң дайын болады. Егер қаласаңыздар, балаңыздың жеп жүрген сүт ботқасына келіп берсеңіздер болады. Қандай керемет. Онда мен дәріханаға барып, Санжарға керек заттардың бәрін алып, жүргектерді де ала салайын. Саған бір нәрсе алайын ба? Әлбек, ештеңе керек емес. Көріп тұрсың ғой, мұндағылардың барлығы бізге жақсы қарап жатыр. Айсұлу, қойшы енді. Қазір бәрін алып келемін.
Әлібек, менің де намысым бар шығар. Мен сені кешірмеймін. Маған хабарлассаң, мен де тұтқаны көтермейтін болам. Ей! Көшір андағыңды. Мен жатып ұйықтаймын. Ұйықтаймын? Сіз жаңа ғана тұрдыңыз ғой. Ханым, сіз ауырып қалған жоқсыз ба? Әй, түнімен аллергия деген мазамды алып, ұйқым қашты. Сізге бар ғой, емделу керек. Әй, сен айтпасаң да, ертең бір қымбат емханаға барып, ем алайын деп отырмын. Ханым, қазір ем деген сәннен кеткен. Сонда не сән? Үйінде жатып, жаны қиналып жатқан сәнде сен үшін? Ләззат апай ылғи бір емшіге барушы еді, ауырған кезде. Сұмдық керемет емші бар ғой анау. Керемет. Қайт меқі. Маған соның жылдан мекен жайын тауып бер. Ертең сол емшіге барам. Ой, ханым, ол өте қымбат еді. Ой, оған сенің бар ғой, басың ауырмасын. Немене, менің жанымнан ақша әуле боп па? Барам, бар жүгіртам. Бір жерде жазулы еді. Қазір іздеп көрейін. Қазір. Ойбай. Сонымен қандай қоспан алатын болдыңыз? Қазір. Осылардың барлығы да сіздің балаңызға жарайды. Ұлыңызға қосымша тағам алғалы жатыр. Иә, бірақ қайсысын аларын білмей тұрмын. Әйеліңізге қоңырау шалып сұрап көрмедіңіз ба? Әйелім, Айсұлудың ұялы телефон жоқ. Қайсысын алсам ба екен, Сіз уайымдамаңыз. Үнемі қолданып жүрген тағамның қорап есіңізде ме? Білмейді екен. Ай, әкелер, ай. Мынаны алыңыз. Аналар осыны мақтап жатады. Рас па? Иә? Жарайды, рахмет. Маған осыдан екеуін беріңізші. Сосын мына бір жүргектерді берсеңіз. Күлнар әпке, не істеп жатырсыз? Көрмей тұрсың ба? Сендердің картиналарыңды қақпадан жуып тазалап жатырмын. Сіз қашаннан бері ол бұзылған бетсіз жақтайтын болғансыз. Тиіспеңіз, тұра берсін, елдің бәрі бүкіл ауыл көрсін. Мына үйде кім тұратынын. Оның ұятсыз бетсіз екенін неменемен дәлелдемексің? Қандай адамсыңдар, Ата-анасынан айырылған қыз пана іздеп мына ауылға келді. Көмектесіп қолдау көрсетудің орнына тарпа бас салып талайсыңдар. Ұяттарың қайда? Сонда біз ұялуымыз керек пе? Ол неге ұялмайды? Көрінген еркекті мойнына асылып. Сіздің Әлібегіңіздің, менің Ғабитімнің. Сенің Ғабитіңнің қандай адам екен бүткіл ауыл біледі. Ал менің Әлібегімнің жүрегі кімді қалайды? Онда шаруаң болмасын. Талғат, мен сіздердің осыдан 2 ай бұрын ұсынған келісімдеріңіз жайлы сөйлесуге дайын. Шынымды айтсам, мен таңғалып отырмын. Сол кезде сіздер бұл келісім шартты фирманың беделіне нұқсан келтіріп деп қарсы болып едіңіздер. Енді не өзгерді? Ол кездесуден көп нәрсе өзгерді. Мысалы, басшылық. Иә, мен ауыр жол апаты туралы естіген болатынмын. Қайғыларыңызға ортақпын. Рахмет. Енді Жұмалиев мырзадан кейін фирманы кім басқаратын болды? Әзірге ол қызметті өзім атқарып келемін. Солай ма? Иә. Жаңа басшы, жаңа талап деген сияқты. Жалпы мен тәуекелден қорқпайтын адам. Құтты болсын. Демек, мен өз заңгеріме келісім шартты сіздің заңгерге жібере бере аламын ғой, Ол кісінің есімі Қайрат.
Қайрат, иә, шатаспадыңыз. Ол жұмысынан босатылды. Басшы ауысқаннан кейін көп қызметкерлердің ауысатынын білесіз ғой. Бизнесті бастау оңай емес. Әрине, дұрыс айтасыз, бизнесті бастау оңай шаруа емес. Дегенмен, сізбен болашақта тіл тапсам деген үміттемін. Мен де дәл сондай ойдамын. Сонымен мінекей жүргектерді алдым. Санжардың тағамды алдым, бірақ білмеймін, мынау бола ма мындай? Болады. Санжар әлі кішкентай ғой. Не ішіп, не жеген өзі де білмейді. Е? Дәріханадағы адамдар мені балаға қараймайтын әке деп ойлаған шығар. Соларға маған көмектескен осы тағамды алуға. Әйтпесе не аларын білмеймін. 1 сағат тұрдым. Әлбек, сен Санжарды ойлап, күні-түні қалай шырпыр болып жүргеніңді менен басқа ешкім білмейді. Ал сен өз балаларыңа өте жақсы әке болар едің. Әке, дәріханадағы бір кісі де мені Санжардың әкесі деп ойлап қалды. Мен жалпы Санжарға жақсы әке болушы едім. Айсұлу, саған да, Санжарға да қамқор болғым келеді. Әлбек, баламның сенде әкесі болса, мен де бақытты болар едім. Бірақ менің өмірім кез келген сәтте быт-шыт шығуы мүмкін. Айсұлу, мен сенің барлық қиыншылықтарыңды бірге бөлісуге дайын. Әлбек, мысалы, мен адам өлтірдім десем. Айсұлу, қойшы. Сен де бір қай-қайдағы бір сұмдықтайды дегенсің. Мен білем ғой, сен ондайға бармайтынды, Айсұлу. Әлбек, болды қойшы. Бәрібір мен жайлы ештеңе білмейсің. Үйіңе қайт. Ата-анаң уайымдап жатқан шығар. Уайымдатпа оларды. Жарайды онда. Айтпақшы. Саған ұялы телефон алдым. Ішінде менің нөмірім жазылған, егер керек болсам хабарлас. Рахмет. Кестік па? Міндетті түрде. Алло? Янышым? Жақсы балам. Ана шоколадтың жақсысынан ал. Сонымен не айтты? Санжардың өкпесіне суық тиген. Бірақ баланың жағдайы жақсы, дер кезінде әкелдіңіздер деп айтып. Ауруханада көп жатам екен? Енді өкпесіне суық тиген бала 1 аптадан артық жатпайды. Айсұлуға тамақ, Санжарға сүт беріп жіберу керек. Әлбек апарып берсін. Әй, бәйбіше, бай. Айналып кетейін, рахмет саған. Не үшін? Не үшін? Мен саған көп жыл бұрын не үшін үйленгенімді есіме түсірдім. Ие, не үшін? Өйткені сен өте жақсы адамсың. Жақсы, бармайым деді. Неге? Ой, пырым-ай. Ойбай, мына қызды қара. Баяғы жартас, бір жартас. Әлі өзгермегесіңдер ме? Ой, сені көрмегелі көп болды ғой. Қалай тұрып жатырсыңдар? Ой, қыздар. Мен сендерге айтушы едім ғой. Құдай қаласа менің ұлым үлкен азамат болады деп. Міне, сол күнге де жеттім. Иә? Сонымен қазіргі тұрып жатқан пәтерлерің үлкенірек пе? Майра, мен қазір пәтерде тұра алмайым. Маған пәтердің ауасы таршылық етеді. Құдайға шүкір. Қазір 4 қабатты үйде тұрам. Шаруа дегенің жетеді. Үй қызметшім бар, бәрін сол атқарады. Көрші, сенің не үй қызметшің бар ма? Әрине. Ей, қойшы сенді. Әй, Гүлбақырам, сен маған сенбейсің бе не? Бір күн үйіме қонаққа келіңдер, өз көздеріңмен көресіңдер. Шақырсаң неге бармасқа? Я, Гүлбақырам, барамыз ғой. Шақырсаң ертең барайық. Ой, жоқ, қыздар, ертең болмайды. Мен ертең ана дәрігеріме жазылып қойғам. Қыздар, жібек мата менің денеме аллергия береді екен. Рас айтам,
Ол 1000 адамның ішінде бір-ақ адамда болады екен ол аллергия. Айтпақшы қыздар, сендерде бір 150 000 теңге ақша қарызға шыға ма? Түсінбедім. Сен қазір ғана менің балам бай, жалақысы жақсы деп отырсың ғой. Енді немене анасының дәрігерге баруға ақшасы жоқ па? Ой, шіркінім Ая. Әрине бар. Менің баламның ақшасы жетеді. Ол енді қазір үлкен қызметте жұмыс істейді ғой. Шетелге сапармен кетіп қалған. Не бопты? 150 000 теңге деген тәйірі. Балам келгеннен кейін қайтарып берем. Болды. Иә, енді ауырмаймыз, е? Ойна. Әйел адам таңғы сағат 4 шамасында өз пәтерінің терезесінен құлап кеткен. Өзіне өзі қол жұмсағанға ұқсайды. Қайтыс болған әйелдің жұбайы жақында қайғылы жол апатына ұшыраған белгілі бизнесмен Серік Жұмалиев пен оның жұбайы отырған автокөліктің жүргізушісі болған. Күйеуінің ауыр қазасын көтере алмай, жүйкесі сыр берген көрінеді. Бұл жағдай өзі жұмбаққа Қазір ғана сіз жаңалықтардан көрдің ғой? Жоқ, о не дегеніңіз? Суретте сіз ғой? Жай ғана маған ұқсайтыңыз ғой. Мен де сіз сияқтан қалып тұрмын. Аты жөнінде ұқсастық па? Иә, солай сияқты. Бұл Алматының жаңалықтары. Мен Алматыда ешқашан болған емеспін. Оның үстіне мен ауылдың қызымын. Жарайды онда. Баланың қызығын өлшеңіз. Иә, мен кейін келем, е? Жақсы. Жәния, сен өтініп қоймаған соң келдім. Не болды? Не керек саған? Меруерт, келгеніңе рахмет. Екеуміздің ренжісіп қалғанымызға мен қатты өкінемін. Мен қиналып кеттім. Жарайды, айтшы. Не болды? Мен бәрін білдірдім. Сенің көмегіңсіз реттелмейді. Әлбек екеуің ренжісіп қалдыңдар ма? Жоқ. Әлбек пен Айсұлу бір жаққа кетті деп естідім. Енді бір жұмыстары болған шығар? Бірақ сен біліп бере аласың ба? Гүлнар әпкеге барып, олар екеуінің қайда кеткенін. Жоқ, Жәния. Мен саған айттым емес пе? Бұл іске мені араластырма деп. Өзің бар. Жоқ, мен бара алмайым. Мұрат аға маған ренжулі ғой. Сен барып біліп берші. Сонда сеніңше мен не істеуім керек? Ол үйге барып, Гүлнар әпке қалайсыз? Әлбек пен Айсұлу қайда деп сұрайын ба? Иә, мүмкін бәрі тым қызық көрінетін шығар, бірақ Айсұлуға көйлек тіктіруге келгем. Ол үйінде жоқ екен. Қайда екенін білесіз ба деп сұрап бере аласың ба? Жәния, қорқытпашы мені. Сен немене ақылмен адасайын дедің бе? Не болды саған? Жоқ. Мен қазір оларды қайда екенін білмесем, мен жынданатын шығармын. Жәния, тынышталшы, Жәния. Жарайды. Мен барам. Тыңдашы. Мен барам. Бірақ сен маған уәде берші. Сен маған уәде берші. Өз-өзімді қолыма алып, тынышталам деп. Жарай ма? Жарайды. Әй, бұл не? Бұл сіздің түскі асыңыз, апай.
Ханым, Кешіріңіз, ханым. сен мынаны тамақ деп тұрсың ба? А? Бар жүгір маған қуырылған ет алып кел. Сізге тұзды, ащы, майлы, тәтті мүлдем жеуге болмайды. Ой, шекінім. Сен кімсің, ей? А? Менің не жеп, не қоятынды айтатын? Әрине мен ешкім емеспін. Бірақ кеше дәрігер Шолпанға хабарластым. Е? Ол сізді тезірек диетаға отырғызу керек деп бұйырды. Әйтпесе жағдайыңыз қиындап кетеді деп айтты. Ей, күйдіргі! Сен неге бағанадан бері содан бастамайсың, а? Кеттік жүр дәрігерге. Өкінішке орай ол кісі. Ей, не болып қалды, айтсай жерде өлтіресің ба? Жұлдыз намасына байланысты 2 ай ешкімді қабылдай алмайды. Құрып кеткі сода мен 2 айды қиналып жүруім керек па? Неге қиналасыз? Ол кісі 2 ай қабылдай алмаса да, дәріні дайындап қойды. Ой, Құдай. Мә, 10 мың. Тез бар ба, дәріні алып кел. 10 мың? Ханым, бұл дәрі 150 мың теңге тұрады. Немене? 150 мың? Аласыз ба, алмайсыз ба? Тоқта берге. Мұнда тұп-тұра 150 мың. Бір аяғыңнан да, бір аяғың мұнда бас. Тез бар алып кел. Құп болады, ханым. 150 мың бақандай. Ойпырмай. Ішім ашып баратыр ғой. Ішім күйіп жанып кетті ғой. Ал, қыздар қалай? Керемет. Өте әдемі екен, Раушан. Қайдан сатып алдың? Астанадағы әпкемнің сыйлығы ғой. Өзіңе құйып қойғанда екен. Сенің өлшеміңді дәл тапқан айтсаңшы. Оның таңғалатын несі бар? Біз егізбіз ғой. Бірімізге қатты ұқсаймыз. Тіркелбетіміз де келеді. Ол маған көйлек алған кезде өзіне өлшеп ала береді ғой. Болады ғой ондайлар. Сен бар ғой, тоқтай тұршы. Ана Жұмалиева бар ғой, 5-ші палатада. Иә. Соның сыңары табылды Алматыдан. Сол бір-біріне қатты ұқсайды екен. Сен оны қайдан білесің? Мен жаңалықтардан көрдім. Полиция іздеу салып жүрген қыз бар ғой? Иә. Үйрен тойынан қашып кеткен қалыңдық. Сол екеуі бір-біріне қатты ұқсайды екен. Аты жөндері де ұқсас. Қыздар, соның өзі болып шықпасын. Қайдағы? Сен Жұмалиеваны танисың ғой, біздің Жұмалиеваны шы? Сол қайдағы бір ауылдан шыққан. Ал ана қыз болатын болса, бай отбасынан шыққан қаланың қызы. Мүмкін емес. Екеуі бір адам сияқты. Мүмкін полицияға хабарласамыз. Перзентханада менің әпкем жұмыс жасайды. Мүмкін соған хабарласып көрейік. Біздегі Жұмалиева босанды ма, жоқ па? Хабарын анықтап берсін. Егер де шынымен де сол перзентханада босанған болса, онда бір ай бұрын ауқатты күйеуінен қашып кету мүмкін емес еді. Дұрыс айтасыз. Мынау сұлы жапырақтары, ал мынау кекіре. Осы сізге дұрыс болады. Жақсы, осыны алайын. Бірақ кекірені пайдаланбастан бұрын дайындалу әдісін және мөлшерін мұқият түрде оқып шығыңыз. Ішті айдап жіберуі мүмкін. Жақсы. Қазір. 700 теңге бере аламыз. Ал, ем болсын. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз, келіп тұрыңыз. Гүлнар апай. Қайырлы күн, Гүлнар апай. Қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз жақсы ма? Рахмет, жақсы, қайырлы күн. Біздің жаққа сирек келетін қонақ болғандықтан таңырқап тұрмын. Бір жағдай болды ма? Жоқ, жай келгем. Менің денсаулығымды білу үшін ба? Жоқ, сізден бір нәрсе сұрау үшін келген едім ғой. Көршіңіз бар ғой, Айсұлу. Соның қайда екенін білесіз бе? Білем. Ол саған не үшін керек болды? Мен оған костюмге тапсырыс беріп... Меруерт, сен өтірік айта алмайтын қызсың ғой. Шыныңды айт. Айсұлу не үшін керек? Маған... Сені Жәния құрбың жіберді ма? Я, Гүлнар апай, кешіріңізші. Ол өтініп қоймаған соң келген едім. Соңғы уақытта өзі мүлдем өзгеріп кетті. Иә, өзгеріп кетті.
Баяғы мен білетін Жаниядан түк те қалмады. Сендер доссыңдар ғой. Сөйлесіп, көрмейсіңдер ме? Бәрі бекер Гүлнар апай. Сөйлесіп көрдім, түсіндірмек те болдым. Бірақ соңында екеуміз ренжісіп қалдық. Ол қызғаныштан әбден ақылынан алжасты. Енді осы іске мені де араластырып қойды. Қазір енді Айсұлу туралы менен сұраса, не деп айтайын? Менің айтқанымды есіне түсірсін. Сенің де мазаңды алмасын. Сосын өзі тынышталсын деп айт, жарай ма? Жарайды. Бұл әйелдің өлімі де өз-өзіне қол жұмсау емес, қылмыс болуы әбден мүмкін. Сондықтан сол түнгі болған жағдайды естіген не көрген адам болса, немесе Айсұлу Жұмалиева жайында білген адам болса, бізге баласын тастап кетпекші болған. Экранда көрсетілген телефон бойынша полиция Дәрігер, қараңызшы, соғыс. Дәрігер. Ба? Сіздер не туралы айтып отырсыздар? Түсінбей қалдым. Әлгі ауылдағы қыз ше, ұлыңды тастама деп айтып едіңіз ғой. Соған полиция іздеу салып жатыр. Жоқ, сен шатасып отырсың. Байдың қызына іздеу салып жатыр. Ал ауылдан келген қыз біздің аудандық ауруханада жатыр. Баланың өкпесіне суық тиген. Оны қайдан білесіз? Менің сіңілім қоңырау шалып, жаңалықтан көрсеткен қызға ұқсайды деді. Ондай да болады екен ол. Бәлкім егіздер шығар. Бала кезінде біреуін бай отбасына беріп, екіншісін кедей отбасына берген шығар. Мүмкін. Ондайды кинодан көргем. Болады. Дәрігер, сіз қалай ойлайсыз? Сендер менің жұмысыма кедергі келтіріп отырсыңдар. Өстек айтып теледидар қарағанша жұмыстарыңды істей бермейсіңдер ме? Барыңдар. Алло, Ерлан. Мен ғой. Айсұлу туралы мәлімет бар. Иә, ол табылды. Дайындау тәсілі шамамен ыдысқа салып 200 мл ыстық қайнап тұрған су құяды. Бұған жауап қайнап тұрған жағдайласы 45 минут. Көрсетемін саған 150 мың теңгелік дәріс. Қалай? Бәдина! Ей, Бәдина! Әкелсеңші мамдақтарыңды қанша күтем? Қазір, ханым. Дайындап жатырмын. 5 минут. Арсен, жылдамдықты азайт. Жоқ, біз оны жіберіп алмауымыз керек. Уайымдамай, мен көлікті жақсы жүргізем. Ештеңе болмайды. Осы қалыппен жүре берсек, біз полиция тоқтатады. Саған сол керек пе? Босқа уақыт пен ақшаны жоғалтамыз. Сөзінің жаны бар. Оның үстіне қазір ақша да жоқ, уақыт та аз. Айтпақшы, менің ақшамды қашан бересің? Сен шыдай тұр. Айсұлуға үйленгеннен кейін ақшаны толық қайтарамын. Жоқ, мен әлгі жүргізушінің әйелімен болған тірлікті айтамын. Басымды қатерге тіктім. Ерлан, сәл күтші. Бұл дәрі. Не болды? Есі қандай жаман мынаның? Ханым, есі жаман болғанымен пайдасы өте көп. Аллергияны бірден жойып жібереді. Сонда қандай әсері болады екен? Ішкі құрылыстағы микробтардың бәрін шығарып тастайды. Ішіңіз. Искемесеңізші, іше алмай. Бірден су жұтқандай ішіп жіберіңіз. Ішпей-ақ қойыңызшы. 150 мың теңге. Ұмыттыңыз ба? 150 мың тұрады.
Бесім ақша сұрап болады. Әрине, ханым. Ішіңіз. Баптында. Аяғына дейін. Ескемеңіз. Ханым, болмайды олай. 5 жасар баласыз ба? Соңына дейін аяқтау керек. Әйтпесек түк әсері болмайды. Міне енді дұрыс болды. Оймай, жүгіріңіз енді. Сауат болды. Сорлы. Ана, қыздарды көрдің бе кішкентай? Сен сияқты, е? Алтынам, жарығым сол. Мен дәрігер ағайға жүр. Қалап кел алды. Енді бізге ауыртпайды, енді бізді ауыртпайды, е? Әлбек. Алло. Айсұлу? Жақын жердесің ба? Алысқа кетпесең бізді тез алып кетші, өтініш. Я кеңесін түсіндіремін. Жүзі жақсы. Ханым, сіз сондасыз ба? Иә, осындамын. Жағдайыңыз қалай? Бәрі дұрыс па? Жағдайым жаман. Ай, осында мен түнейтін сияқтымын. Ойбай. Таксиңдер ғой шығып жатқан. Ол солай болу керек. Шыдаңыз енді. Ойбай. Мұнда мұхит арпалыс пен сынаққа толы, бұл өмірдің қиын жолы мұхитты мұңға толтырды. Бітпестей бұл өмір сынағы, жауқазынды сынады.